Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын қытырлақ бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек ингредиенттер: жұмыртқа 2 дана, ұн 200-250 грамм, 2 ас қасық қант, тұз және ас содасы. Жұмыртқамызға қантты салып жақсылап араластырамыз. Тұзды және ас содасын салып араластырамыз. Ұнды елеуіштен өткізіп, аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Дайын болған қамырды салапанға салып 10-15 минутқа тындырамыз. Енді қамырды жұп-жұқа етіп жаямыз. Осылай бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған майға
аршақ бер жағын аударып қуырып аламыз. Өте тез піседі. Міне, қытырлақ бауырсағымыз дайын болды. Өте дәмді болды, балаларым қатты ұнады. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.